Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Бұлшықеттердің еркінен тыс тырысуы жүктіліктің кез келген кезеңінде байқалады. Жүктіліктің алғашқы кезеңіндегі тырысу токсикоздың себебінен болуы мүмкін. Бұл жағдай қалқанша безі маңындағы бұлшықеттердің ағзадағы фосфор мен кальцийдің алмасуына жауап береді. Қызметінің бұзылуынан болады. Бұлшықеттердің мұндай тырысуы қолдың білегі мен табан сүйектерінде байқалады. Егер тырысу кеудеңіз бен бетіңізден байқалса, онда міндетті түрде ауруханаға жатуыңыз керек. Бұлшықеттеріңіздің тырысқанын сезінген кезде ауырсынған бұлшықетіңізді өзіңізге қарай тартыңыз. Егер тырысу балтырыңызда сезілсе, табаныңызды өзіңізге қарай тартуыңыз қажет. Енді аздап бойыңызды жеңіл ұстап, сосын қайтадан қайталаңыз. Тырысқан маңайды жайлап уқалауға немесе түйреуішпен ақырын ғана түйреп алуға да болады. Бұлшықеттерінің тырысуын емдеу үшін қалқанша безі гормондарын, D2 дәруменін, кальций препаратын қолданады. Екі аяғыңызда ұзақ тұрғаннан, ұзақ жүргеннен, жатырдың ұсақ жүйке талшықтарын жаншуынан, ағзадағы кальцийдің, магнийдің жеткіліксіз болуынан аяқтың тырысуы жүктіліктің екінші кезеңінде байқалуы мүмкін. Бұл тырысулар жағымсыз, бірақ аса қауіпті емес. Бір жақ бүйіріңізге жатып немесе аяғыңызды сәл жоғары көтеріп демалғаныңыз жөн. Аяқ киіміңізде ыңғайлы болсын. Өкшесі бар аяқ киімдерден мүмкіндігінше аулақ болған жөн. 5 сантиметрден артық болмасын. Одан гөрі жайтабан аяқ киімдер жақсы. Бандаж қолданыңыз. Құрамында кальций мен магний көп кездесетін азық-түліктерді пайдаланыңыз. Жүктілік кезінде темекі тарту да тырысудың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Сонымен қоса құрамында кофеині көп шырындарды шамадан тыс көп ішуде осындай жағдайға душар етеді. Қояншық ауруымен ауыратын әйелдерде жүктілік кезеңде тырысу болып жатады. Есінен танып құлап қалады. Сондықтан дәрігерлер қояншық ауруымен ауыратын әйелдерге жүкті болмауға кеңес береді. Ал егер көтеріп қойса, тырысуға қарсы препараттар қабылдағаны жөн. Әйтпесе жүктілік кезінде қояншық ауруының ұстамасы болашақ сәбидің өміріне қауіпті және анасының өміріне де қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай аурумен ауыратын әйелдерді кесар тілігімен босандырып алады. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.